Саламатсыз ба? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, TestMe каналы, және бүгін біз логарифмге байланысты есеп шығарамыз. Және логарифмнің теңсіздігі осы жақта көрсетілген. Логарифм 0,5 негіздегі x қосылған 2 қосу логарифм түбір асты 2 негіздегі x қосылған 2 қосылған логарифм 2 негіздегі x қосу 2. Осының барлығы кіші 6-тан. Осы есепті шығару үшін бізге қандай формулалар керек болады? Алдымен логарифм a-ның n дәрежесі негіздегі b. Бізге осы формула қажет болады. Егер білмесеңіз, n логарифмнің алдында 1 бөлінген n деп шығады. Логарифм a негіздегі b. Және де логарифмнің қосындысы туралы формула. Логарифм a негіздегі b қосылған логарифм a негіздегі c тең болады логарифм a bc. Және біз осы формулалда қолданылып осы есепті шығарамыз. Алдымен логарифм 0,5 түбір асты 2 және 2. Осы барлық негіздерді 2 деген санға келтірейік. Яғни келтірген кезде логарифм 0,5 дегеніміз ол 2-ның -1 дәрежесі. X қосылған 2 қосу логарифм түбір асты 2 дегеніміз 2-ның 2-ден 1 дәрежесі. X қосылған 2 қосылған логарифм 2 негіздегі x қосу 2 кіші 6-тан. Теңсіздіктің сол жағына біз әзірше тиіспейміз. Енді осы формула бойынша біз осы дәрежеде, негізінде дәреже болатын сандарды логарифм алдына шығарамыз. Яғни -1 бөлінген 1 тең 1 болады, минусмен қалады. Логарифм 2 негіздегі x қосу 2 қосу. Осы формула бойынша бізде 1 бөлінген 2 болады. Ол тең болады. Бөлімі алдына үстіге қарай ауысып кетеді. Яғни 2 болады бізде. 2 логарифм 2 негіздегі x қосылған 2. Және үшінші логарифм бізде сол қалпында қалады. Кіші 6-тан. Ал енді байқасаңыз, мынаяқта логарифм 2 негіздегі x қосу 2 оң таңбасымен, мынаяқта тура сондай логарифм теріс таңбасымен. Яғни бізде a минус a тең болады 0-ге. Яғни мынау 2 логарифм жойылып кетеді. Және маған осы формула қажет емес енді. Бізде қалғанымыз сол 2 логарифм 2 негіздегі x қосу 2 кіші 6-тан. Енді теңсіздіктің сол және оң жағын 2-ге бөлсек, логарифм 2 негіздегі x қосу 2 кіші 3-тен болады. Енді екі жағын біз 2-ның дәрежесі дейік. Яғни a логарифм a негіздегі b ол тең болады бізде b-ға. Яғни біз қазір 2-ның дәрежесі деп жазсақ, онда бізде x қосу 2 кіші 2-ның кубынан болады. Ал енді 2-ның кубы дегеніміз 8, яғни x кіші 8, 2-ні біз теңдеудің оң жағына алып тастаймыз, ауыстырып тастаймыз. Ол теріс таңбасымен түседі, яғни x кіші 6-тан. Бұл бізде бір шектеу теңсіздік үшін. Екінші жағынан анықталу облысы бойынша осы b саны, яғни логарифмнің ішінде болған сан, бізде үлкен 0-ден болу керек. Яғни x қосу 2 үлкен 0-ден. Яғни бізде x үлкен -2-ден. Яғни жауап дегеніміз осыдай жауап болады бізде. X үлкен -2-ден
және x кіші 6-дан. Жауап түрінде ол қалай берілуі мүмкін? Мысалы сізде бұлай болуы мүмкін. -2 және ол ақ нүктемен болады, себебі кірмейді. Және мына 6 болады, 6-та кірмейді. Жауап осындай сурет түрінде берілуі мүмкін. Немесе жауап, мысалы, мынандай түрмен берілуі мүмкін. -2 мен 6. -2 бізде кірмейді. Және 6 бізде кірмейді. Егер кіретін болса, онда нүкте боялған болады. Ал егер мынандай жазуда кіретін болса, онда тік жақша болады. Ал сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, Тест Ми каналы. Көп рахмет сізге.